Сәлем достар, бүгін біз саумалының пайдасы жайында айтатын боламыз. Қазақ халқы бие сүтінің адам организміне пайдалы екендігін ежелден анықтаған. Қазіргі таңда медицина ғалымдары бие сүтінің құрамын анықтап, 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екені нақтыланған. Атап айтқанда, бие сүтінің құрамында А және С дәрумендеріне бай, сонымен қатар В тобындағы дәрумен Д, Е витаминдері мол. Саумалының құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, оттегі, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, хром сияқты минералдар, С және В тобының витаминдері бар. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқ ішек қабынуының алдын алуға маңызы зор. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына пайдасы тиеді. Ғалымдардың пайымдауынша, саумалы жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту үдерісіне қатысады. Ағзаларға үлкен жүктеме жасайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу үдерісін жылдамдатады. Саумалы метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмауды алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданады. Сондай-ақ қан айналымын жақсартады және ер адамның потенциясын күшейтеді. Тәулігіне 1 литр саумалы ішсеңіз, ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі. Оны күніне 4-5 рет тамақтанудан алдын 20-30 минут жылы күйінде ішкен абзал. Емделу уақыты 1 ай. Оның пайдасын 1 аптадан соң-ақ байқай бастайсыз. Көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқы жақсарып, тәбет ашыла бастайды. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуыңызды өтінеміз.